үш уақыт пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әрқашанда бізді намаз оқуға тыйған. Ау ан-нақбура фихинна маутана, немесе жаназа намазын оқуға тыйған екен. Бірінші уақыт хина татлу шамсу базиғатан хатта тартафиа, күн шығып бара жатқан кезде дейді. Күн шығып өзі толығымен көтерілмейінше дейді. Осы уақытта намаз оқуға мүлдем болмайды. Екіншісі хина яқуму қаимул захирати хатта тамила шамс, күн тас төбеде тұрған кезде дейді. Күн тас төбеде тұрып, сол өзінің тас төбесінен ауып кетпейінше дейді. Осы уақытта бізге намаз оқуға тыйым салынады. Ва хина tudифу шамсу лил ғуруби хатта тағруба. Және де үшінші уақыт ол күн батып бара жатқан кезде толығымен батып кетпейінше дейді. Осы үш уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізге намаз оқуға және жаназа намазын оқуға тыйған екен. Бұл хадис рауаху муслим, муслимде келеді. Сахих хадис. Сол себептен де біздің фих кітаптарында осы уақыттарда